Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Хайырлы күн қыздар. Алдыңғы видеоны кім көрді? Ер азамат болу үшін не істеу керек, яғни ұл босану үшін. Бүгін біз сіздерге айтамыз, яғни қыз босану үшін не істеу керек. Біліп тұрсыз, что істеу керек екендігін, но мен сіздерден күтемін. Міндетті түрде лайк, маған подписаться етіп қойыңыздар. Қандай да бір сұрақ мәселелер мазалайтын болса, комментарийға жазыңыздар, потому что мен сіздердің комментарийларыңызды ерінбей оқимын, и сіздердің айтқан талаптарыңыз бойынша видео шығаруға тырысамын, иншаллах. Поэтому комментарийға кез келген сұрақтарыңызды және де келесі ақпараттарыңызды көрулеріңізге болады. Ал толық мәліметтер ары қарай бірыңғай көремін дейтін болсаңыздар, мен сіздерді өзімнің екінші желі орталығым бұл Instagram парақшамда күтетін боламын, иншаллах, және де Telegram парақшада живой фотолармен көретін боламыз. Сондықтан бүгін қыз болу үшін не істейміз, иә? Қыз болу да, ұл болу да біз айттық еркектерге байланысты. Міне, бізде овуляция күндеріне де байланысты. Себебі ер азаматтарда жалпы спермацидтер шыққаннан кейін жалпы өмір сүру уақыты бұл 2 күн. 2 тәулік олар спокойно өлмей өмір сүреді екен, прикинь, да, спермалар. Соның ішінде бастапқы сперматозоидтар, бұлар қыздар X хромосомалар деп аталады. Яғни олар жуушылар. Сол жатады, овуляцияға дейін деп айтады. На самом деле, сіз по-любому овуляция күні көтересіз, просто овуляцияға дейін 2 күн алдын қосылсаңыз, сол живуший қыздың спермасы қалып кетсе, сол спермамен көтеріп қоюыңыз мүмкін деген сөз. Ну, вероятность, конечно, бұл жерде 50%, да. Екіншісінде, бұл қыз болу үшін ер азаматтарда, значит, біз көбейтеміз қыздардың хромосомдарын, да. Естественно, бұл кезде бізде уже белок наоборот керісінше азайту керек болады, да. Сонымен қатар қыз болу үшін жаттығуларды олар көбірек жасайды. Жыныстық қатынастарды тоже есептеп солайынан қосылуларыңыз керек. Овуляция күндеріне сәйкестендіріп, қай уақытта овуляцияға дейінгі уақыт қыз, қай уақытта ұл болатынын, естественно, оны өздеріңіз істей алмайсыздар, себебі оған конкретно 9 жыл оқуларыңыз керек болады, да, чтобы түсіну үшін бұл процессті. Но еркектерге не істетуге болады? Көбінесе оларға бересіздер жылқының етін, көбінесе жүзім жеу керек. Ең жақсы көмектесетін оларға банан берулеріңізге болады, цитрустардың кез келген түрін берулеріңізге болады, бірақ олар газированныйдан және темекіден отказ берулер керек. Яғни ол болмайды деген сөз. Сонымен қатар қызға жоспарлау барысында мүмкіндігінше ер азаматыңызға айту керексіз. Курагалар ол артықтық етпейді әрине оған. Онымен қоса оған витаминдер ішу керек, комплексный, да. Мысалы, хотя бы дуавит и сізде и ол да. Сізде өзіңізге қаттырақ қарауыңыз керек болады. Бізде көбінесе қазақтарда андай бар, ыстық укол салдыршы деген, да. Ыстық укол ол не істейді, осының ішінде суықты шығармайды, просто ол кальций препарат. Я, ол кальций, кәдімгі витамин тоже самое, оның таблеткасын ішуіне де болады, былай айтқанда. Сонымен қатар қыз болуына бізде көмектесетін оларға көбінесе ұнды бірақ қуырмаған тағамдар. Және де дрожж қосылмаған мүмкіндігінше, мысалы лаваштың сырты, да? Немесе дрожжсыз піскен печеньялар берулеріңізге болады, или үйде өзің жасап беріңіз, дрожжсыз қаттама пісіріп беріңіз, например. Сондай тағамдарды оған көбірек беруіңіз керек болады мүмкіндігінше, бірақ семіріп кетпесін, оған да қарап отырыңыз. И судың мөлшерін көбейтесіз. Мысалы, оның салмағы 70 кг болатын болса, 1 килограммға 30 мл су. Сонда 70 килограммды 30 мл көбейтсеңіз, сонда бір күнде 2 литр 1 мл су ішу керек. Оның ішінде оның ішіп жүрген суы, шайы, сорпасы бәрі кіреді. Осылардың бәрін ауқымды істей отырсаңыздар ғана сізде болады. Но жоспарлау әрине бұл міндетті түрде, дұға жасау, Аллахтан сұрау міндетті түрде, сол үшін салауаттар айту, зікір айту, ол міндетті түрде. Сонда ғана бұл нәрсе қабыл болатын дүние. Ал қалған нәрселер амалдар, әрекет жасаулар ғана. Бұл 100% емес. Сіз тек қана мүмкіндігінше талпынып көресіз. Мысалы, сізге айтқан жоқ, сен точно жұмаққа кіресін деп ешкім айтқан жоқ, бірақ сіз несіз, сол жұмаққа кіру үшін талпынасыз, әрекет, амалдар жасайсыз, дұрыс па? Тура сол сияқты. Сіз нақтысын білмейсіз, бірақ сіз соған әрекет, амалдар жасауыңыз керек.